Қадиша апаның жаназа шыққан күні қара шаңырақтың есігі бірінші рет суық көрінді. Бұрын бұл үйдің табалдырығынан аттаған адам жылы нанның иісін, самауырдың буын, ананың жұмсақ үнін сезетін. Ал бүгін аулада адамдар көп болғанмен үйдің іші қаңырап тұрды. Қазан қайнап жатты, дастархан жайылды, жұрт кіріп шығып жүрді. Бірақ сол үйдің жүрегі тоқтап қалғандай еді. Үш бауыр, Ерлан, Әлия, Нұрсұлтан бір-біріне қараудан қашқақтады. Бір кезде бір табақ нанды бөлісіп жеген үшеу бүгін бір дастарханның басында жатырқап отырды. Ерлан төрде отырды. Үлкен ұл болғандықтан жұрт оған қарап сөйлейді. Бірақ оның көзі үйдің қабырғасына, ескі сандыққа, пештің жанындағы анасы сүйеніп отыратын орындыққа қайта-қайта түсіп отырды. Әлия орамалының ұшын мыжғылап, көз жасын тоқтата алмады. Ол анасын соңғы айларда өзі күткен, дәрісінде берген, түнде ыстығында басқан, таңға дейін жанында да отырған. Нұрсұлтан болса үнсіз. Көп сөйлемейтін мінезі бар, бірақ ішінен бір өрт жанып тұрғаны көзінен байқалды. Жұрт тарай бастағанда аулада бір сәт тыныштық орнады. Сол тыныштықта Ерланның әйелі Гүлмира бұзды. Ерлан, енді үйдің жағдайында ойлау керек. Ертең кеш болып жүрмесін. Әлия селк ете қалды. Қандай жағдай? Гүлмира даусын бәсеңдеткенімен сөзі өткір шықты. Қара шаңырақ қой, құжат, мұра, бөліс, бәрі заңмен болған дұрыс. Әлияның көзі үлкейіп кетті. Анамыздың топырағы кеппей жатып па? Ерлан қабағын түйді. Әлия, Гүлмира дұрыс айтып бір. Ертең біреуміз бірдене десе реніш туады. Нұрсұлтан орнынан баяу тұрды. Реніш қазірдің өзінде тудағы. Бөлмені ауыр үнсіздік басты. Қабырғада ілулі тұрған ескі суретте үш бала күліп тұр еді. Ерлан қолында бір үзім нан. Әлия оның иығына асылған. Кішкентай Нұрсұлтан табаққа үміліп тұр. Сол сурет бәріне қарап тұрғандай болды. Балалық шақта бұл үй тар еді, бірақ жүрек кең болатын. Сәбит пен Қадиша үш баласын жоқшылықта өсірді. Кей күндері дастарханда бір табақ нан мен шай ғана тұратын. Сонда да ешкім ашпыз деп шағымданбайтын. Анасы нанды жоқа тіліп, әр қайсына теңдей бөліп беретін. Ерлан, сен үлкенсің, бауырына үлкендеуін бер. Неге мен? Деп Ерлан бұртиып қалатын. Қадиша апа күлімдеп, үлкен болу көп алу емес, көп көтеру. Сол сөз Ерланның құлағында қалған. Бірақ жылдар өте келе, кей сөздер жүректен емес, тек естен ғана орын алатын сияқты. Бір күні қыстың қатты аязы болды. Үйде ұн аз, отын аз. Қадиша апа соңғы қамырдан жұқа нан пісірді, табаққа салды. Үшеуі ошақтың қасында отыр. Кішкентай Нұрсұлтан қолын соза бергенде, Ерлан табақтағы ең үлкен бөлікті алды. Әлия оған қарап, аға, Нұрсұлтан кішкентай ғой. Ерлан нанды екіге бөлді де, бір жартысын інісіне ұсынды. Мә, бірақ ертең сен маған ойыншығынды бересің. Нұрсұлтан қуанып кетті. Бере салам. Әлия күліп жіберді. Сен бәрін сауда қыласың. Сол күні үшеуі бір табақ нанды бөлісіп жеді. Үйдің іші суық болғанымен, анасының алақаны, әкесінің жылы қабағы, бауырлардың күлкісі бәрін ұмыттыратын. Сәбит әке сол кеште балаларын жанына шақырды. Балаларым, мен сендерге байлық қалдыра алмаспын, бірақ мына үйді қалдырам. Бұл үй қабырға емес, бұл үй сендердің бірліктерін. Бір күні мен де аналарында кетеміз. Сонда осы шаңырақ сендерді жинап тұрсын. Әлия әкесінің қолын ұстап. Әке, біз ешқашан ұрыспаймыз. Нұрсұлтан да басын изеді. Иә, бәріміз бірге тұрамыз. Ерлан сол кезде сенімді үнмен. Мен үлкенмін ғой, мен бәрін қараймын. Қадиша апаның көзіне жас келді. Тек бір-бірінен суық кетпендер. Ол кезде еш қайсысы бір табақ нанды бөліскен. Бауырлардың бір күні бір үйге сыймай қалатын ойламаған еді. Сәбит әке кенеттен кетті.
Ерлан ол кезде 20-ға енді толған. Әлия колледжде оқитын. Нұрсұлтан мектептің соңғы сыныбында еді. Үйдің тірегі бірақ күнде құлағандай болды. Жаназа өткен соң Қадиша апа балаларының алдына отырып: «Енді сендер менің қанатымсыңдар. Бірінді бірін тастамаңдар» деді. Ерлан ерте есейді. Құрылысқа жұмысқа шықты. Қолына ақша түссе үйге әкелді. Әлия оқумен қатар тігін тікті. Нұрсұлтан сабақтан соң базарда жүк тасыды. Кешке бәрі бір дастарханға жиналатын. Қадиша апа шай құйып отырып, әр баласына мейірлене қарайтын. «Ерлан, шаршадың ба?» «Жоқ апа, еркек адам шаршадың» деп айтпайды. Әлия күліп: «Өй, кеше аяғынды баса алмай келдің ғой». Ол басқа деп, Ерлан намыстанғандай кейіп танытатын. Нұрсұлтан ағасына қарап өсіп келе жатты. Оның кішкентай жүрегінде Ерлан батыр сияқты еді. «Аға, мен де сен сияқты болам». Ерлан інісінің шашынан сипап: «Мен сияқты болма, менен де мықты бол». Қадиша апа осы сөздерді естіген сайын іштей шүкір ететін. Үшеуінің арасында бірлік барда бұл үй құламайтындай көрінетін. Бірақ уақыт адамды өзгертеді. Біреуді жұмсартады, біреуді қатайтады. Біреудің жүрегін кеңейтеді, біреудің есебін көбейтеді. Ерлан үйленген соң үйге Гүлмира келді. Басында бәрі жақсы еді. Гүлмира жинақы, тілді, өзіне сенімді келін болды. Қадиша апа оны қызындай қабылдағысы келді. «Қызым, бұл үйге келін емес, бала болып кір». Гүлмира күлімсіреп: «Апа, бәрі жақсы болады». Бірақ оның көзі үйдің әр бұрышын есептеп тұрғандай көрінетін. Қай бөлме үлкен, қай жерде жер кен, құжат қайда сақталады, бәрін байқап жүрді. Әлия оны алғашында түсінгісі келді. Бірақ бір күні ас үйде екеуі оңаша қалғанда Гүлмира жай ғана сұрақ қойды: «Әлия, сен тұрмысқа шықсаң, бұл үйге таласым жоқ деп ойлайсың ба?» Әлия таңырқап қалды. «Қандай талас? Бұл бәріміздің үйіміз». Гүлмира ернін жымқырды. «Бәріміздің деген нәрсе ертең ешкімдікі болмай қалады». Әлия сол сәтте жүрегіне бір салқындық кіргенін сезді. Әлия тұрмысқа шыққанда Қадиша апа көп жылады. Қуаныштан да, қимастықтан да. Қызының жасауын жинап жүріп, әр киімді қолына алып ұзақ қарады. Әлия анасының көңілін сезіп: «Апа, мен алысқа кетіп бара жатқан жоқпын ғой, келіп тұрам». Қадиша апа қызының маңдайынан сүйді. «Қыз деген бәрібір қонақ қой қарағым. Бірақ сен бұл үйден кетсен де, жүрегің осы үйде қалсын». Ерлан қарындасын ұзатып тұрып әзілдегендей болды: «Енді бізге келіп тоңаздық шақтармайтын болдың ба?» Әлия күліп: «Келем, сенің үйің емес, менің де үйім». Гүлмира сол кезде шай құйып отырған. Ол басын көтеріп: «Әрине келіп тұрады. Бірақ адам өз үйінде ұмытпауы керек». Бұл сөзді ешкім іліп әкетпеді, бірақ Әлияның жүрегінде қалып қойды. Тұрмыс құрғаннан кейін Әлия жиі келе алмады. Өз үйі, балалары, тіршілігі болды. Бірақ анасы ауырғанда бәрін тастап жететін. Дәрігерге апаратын да сол, емін іздейтін де сол, түнде қасында қалатын да сол. Ерлан жұмыспен жүрді. Нұрсұлтан қалада пәтер жалдап қызмет істеп кетті. Қадиша апа көп уақытын жалғыз өткізді. Бір күні Әлия үйге келсе, анасы пештің жанында жөтеліп отыр екен. «Апа, неге телефон шалмадыңыз?» «Қызым, жұмысым көп қой. Сізден артық жұмыс жоқ». Қадиша апа қызының қолын ұстап: «Сен келсең үйге жан кіреді». Сол кезде Гүлмира кіріп келді. Қолында базардың сөмкесі. «Әлия, сен келген екенсің ғой, жақсы болды. Апаңның дәрісін реттеп берші. Менің балалардың сабағына қарайтын уақытым жоқ». Әлия үндемеді. Анасына қарап дәрілерін реттей бастады. Кешке Ерлан келді. Шаршаған түрі бар. «Қарындасым, тағы келіпсің бе?» «Апа ауырып отыр». Ерлан анасына қарады. «Апа, сіз де айтпайсыз. Гүлмира, неге дәрігер шақырмадың?» Гүлмира бірден шамданды.
Мен бәріне үлгеруім керек пе? Бұл үйде жалғыз мен ғана жүрмін бе? Әлия сабыр сақтағысы келді. Ешкім сені кінәлаған жоқ. Әрине, сен келгенде бәрі мен жаман болып шыға келем. Қадиша апа екеуінің ортасына түскісі келді. Қойындар балаларым, мен үшін ұрыспаңдар. Бірақ бұл ұрыс емес еді. Бұл көптен бері жиналып қалған өкпенім алғашқы жарығы болатын. Нұрсұлтан бала кезінен көп сөйлемейтін, бірақ бәрін терең сезетін. Ол қалаға кеткелі үйге сирек келетін болды. Себебі жұмысы ауыр, табысы орташа. Үстіне жалдамалы пәтердің ақысы бар. Әйелі Меруерт те қарапайым сабырлы жан еді. Қадиша апа ұлын сағынатын. Нұрсұлтан қашан келеді екен? Әлилия телефон шалып, апа сені іздеп отыр, демалыста келші. Нұрсұлтан күрсініп, келем әпке, бірақ босай алмай жүрмін. Босамайтын адам жоқ, көңіл бөлмейтін адам бар. Бұл сөз Нұрсұлтанға ауыр тиді. Демалыста ол келді. Үйдің ауласын көргенде жүрегі шым етті. Балалық шағы осы аулада қалған. Ескі алма ағашы әлі тұр. Әкесі отырғызған терек те биік болып кеткен. Анасы оны көргенде қуанып кетті. Құлыным, келдің бе? Нұрсұлтан анасын құшақтады. Оның бейнесі жеңілдеп кеткендей көрінді. Апа, неге арықтап кеткенсіз? Қадиша апа күлімдеді. Қартайдық қой. Ерлан сырттан кірді. О, інім келіп қалыпты ғой. Екеуі құшақтасты. Бірақ бұрынғыдай емес. Арасында көрінбейтін қабырға бар еді. Кешкі дастарханда бәрі жиналды. Гүлмира балаларын ұрсып отырғызды. Меруерт көмектесіп жүрді. Әлия шай құйды. Қадиша апа бақытты көрінді. Міне, осылай бәрін бірге отырсандар, менің жаным тынышталады. Нұрсұлтан анасын тыңдап отырып, апа, сізді қалаға алып кетейік. Дәрігер де жақын, күтім де жақсы болады. Гүлмира қабағын көтерді. Қызық екен, апа қалада не істейді? Өз үйі бар емес пе? Әлия жай ғана. Өз үйі болғанымен жалғыз отыр ғой. Ерлан даусын қатайтты. Жалғыз емес, біз бармыз. Нұрсұлтан ағасына қарады. Аға, сіз жұмыстасыз. Жеңгемнің өз шаруасы бар. Апа кейде дәрісін ішпей қалады. Гүлмира орнынан тұрып кетті. Тағы мен кінәлі. Келген сайын ақыл айтасыңдар. Ал күнде осы үйдің шаңын жытып жүрген кім? Қадиша апа қиналып қалды. Балаларым. Нұрсұлтан сол күні үндемей кетті. Бірақ есіктен шығарда анасы оның қолына кішкентай түйіншек ұстатты. Мынау саған. Не бұл? Кішкентай кезінде жақсы көретін бауырсағымнан пісірдім. Нұрсұлтан түйіншекті кеудесіне басты. Көлігіне отырған соң ғана көзінен жас шықты. Қадиша апа күзде қатты ауырып қалды. Жедел жәрдем шақырылғанда үйде тек Гүлмира мен балалар болған. Ерлан жұмыста, Әлия өз үйінде. Нұрсұлтан қала сыртында сапарда. Аурухана дәлізінде бәрі жиналды. Әлия бірінші жетті. Шашы жиналмаған, үстінде үй киімі, көзінде қорқыныш. Анам қайда? Дәрігер сабырмен. Жағдай ауырлау. Жүрегі әлсіз, қараусыз қалдырмау керек. Сол сөз Әлияға найзадай қадалды. Ерлан кешігіп келді. Қолында телефон, түрі абыржулы. Не болды? Дәрігер не айтты? Әлия бұрылып, анамызды қараусыз қалдырмау керек екен. Ерлан түсінді. Маған қарап айтып тұрсың ба? Мен ешкімге қарап тұрған жоқпын. Бірақ апамыз жалғыз қалып жүр. Гүлмира шыдай алмады. Әлия, сенің өз үйің бар. Келіп кетіп ақыл айтқан оңай. Апаңды бағып отырмын деп ойлайсың ба? Мен де адаммын. Бағып отырсаң, неге мына жағдайға жеттік? Сен мені кінәлама. Нұрсұлтан сол кезде келіп қалды. Тоқтаңдар. Аурухананың ішінде айқайласпаңдар. Ерлан інісіне қарап. Сен де келдің бе? Енді бәрің мені соттандар. Нұрсұлтан ауыр үнмен. Аға, мәселе соттау емес. Анамыз кетіп бара жатыр. Осы сөзден кейін бәрі үнсіз қалды. Қадиша апа есін жиғанда,
Балаларын көріп әлсіз күлді. Үшеуімде келдімдер ме? Әлия анасының қолын ұстады. Келдік апа. Қадиша апа көзін әрқайсына тоқтатты. Мен сендерге бір нәрсе айтайын. Үйге таласпаңдар. Ерлан басын төмен салды. Апа, ондай әңгіме жоқ. Қадиша апа әлсіз жымиды. Бар, мен сезем. Ананың жүрегі сезеді. Қара шаңырақ сендерді бөлмесін, керісінше жинасын. Гүлмира сыртқа шығып кетті. Әлия көз жасын сүртті. Нұрсұлтан терезеге бұрылды. Анасының соңғы аманаты сол сәтте айтылды. Бірақ оны кім жүрегімен қабылдады, кім құлағымен ғана тыңдады, оны уақыт көрсетті. Қадиша апа ауруханадан шыққан соң көп сүрмеді. Қараша айының сұрғылтанды, таң намазы кірер шақта ол тыныш қана көз жұмды. Үйде Әлия ғана болатын. Анасының демі сирегенін сезгенде ол қолын ұстап отырды. Апа. Қадиша апа көзін әрен ашты. Бауырларыңды сақта қызым. Апа, кетпеңізші. Үйде емес, бірлікті сақта. Соңғы демі сол сөзбен үзілді. Жаназа, көңіл айту, ас беру, бәрі тұман сияқты өтті. Әлия өзін ұстай алмады. Нұрсұлтан үнсіз жүрді. Ерлан жұрттың алдында мықты көрінуге тырысты. 40 күндік өткен соң үйдің ішінде тек жақындар қалды. Сол күні ескі сандық ашылды. Сандықтың кілті Қадиша апаның жастығының астынан табылған еді. Ішінде әкенің ескі шапаны, анасының орамалдары, сарғайған суреттер және құжаттар жатты. Ерлан құжаттарды қолына алды. Үй апамның атында екен. Әлия жай ғана. Әкеміз кеткен соң апамның атына өткен ғой. Гүлмира бірден жақындады. Онда мұрагерлер 3 бала. Нұрсұлтан оның сөзіне салқын қарады. Жеңеше, асықпайық. Неге асықпайық? Заңмен шешілгені дұрыс. Ертең өкпе болмайды. Әлия шыдай алмады. Өкпе болмайды дейсің бе? Осы сөздің өзі өкпе емес пе? Ерлан құжатты үстелге қойды. Жарайды. Бір күні бәрібір шешіледі. Менің ойым, үй қара шаңырақ ретінде қалу керек. Нұрсұлтан басын изеді. Қалсын. Бірақ кім қарайды? Гүлмира. Біз осы үйде тұрып жатырмыз. Демет біз қараймыз. Әлия оған тіке қарады. Анам ауырғанда кім қарады? Бөлме іші тына қалды. Гүлмираның жүзі қызарып кетті. Сен енді соны міндет қыласың ба? Міндет емес, шындық. Ерлан үстелді жұдырығымен қойып қалды. Болды. Анамыздың үйінде айтыспаңдар. Нұрсұлтан баяу сөйледі. Аға, айтыс басталып кетті. Кек біз оны мойындамай отырмыз. Сол күні ескі сандық жабылды. Бірақ бауырлардың арасындағы ашылған жара жабылмады. Бір аптадан кейін Ерлан үйге бағалаушы шақырды. Бұл туралы Әлия кездейсоқ білді. Ол анасының киімдерін жинауға келгенде, аулада бөтен ер адамдар жүр екен. Бірі қабырғаны өлшеп, бірі жерді қарап жүр. Бұл кісілер кім? Гүлмира салқын жауап берді. Бағалаушылар. Әлияның жүрегі зу ете қалды. Кім шақырды? Ерлан. Неге маған айтпадыңдар? Гүлмира иығын көтерді. Әр нәрсені саған есеп беріп отырамыз ба? Әлия ішке кіріп Ерланға телефон шалды. Аға, үйді бағалатып жатырсың ба? Иә, неге таң қалдың? Біз ақылдастық па? Әлия, бәрін ақылдаса берсек жылдар өтеді. Бағасын білейік, сосын шешеміз. Бұл үйдің бағасы ақшаға сыймайды. Ерлан шаршаң көнмен. Ақшаға сыймайтын нәрсенде заң бөліп береді. Әлия телефонды үнсіз қойды. Сол күні кешке Нұрсұлтан келді. Аулада өлшенген жердің іздерін көріп, жағдайды түсінді. Аға, сен шынымен сатқың келе ме? Ерлан қабағын түйді. Мен сатам деп айтқан жоқпын. Бірақ бәріміздің үлесіміз бар. Үлесім бар. Бірақ бұл үйде апамның иісі бар. Гүлмира ас үйден шықты. Иіспен бала оқытпайсың, несие жаппайсың.
Нұрсұлтан оған қарап қалды. Бұл әңгіме сізге ғана керек сияқты. Гүлмира ашуланып кетті. Әрине маған керек. Мен осы үйде 15 жыл тұрдым. Қабырғасын әктедім. Шатырын жаматып суын кіргіздік. Енді бәрін келіп дайын үйге ие болғыларың келеді. Әлия ауыр күрсінді. Біз дайын үйге емес, ата-анамыздың аманатына келдік. Ерлан орнынан тұрды. Аманат дегенде бәрін жақсы айтасыңдар. Ал мен осы үйдің қарызын төледім. Шатырын мен жаптым. Жер салығын мен төледім. Сонда менің еңбегім қайда? Нұрсұлтан: аға, ешкім еңбегіңді жоққа шығармайды. Бірақ еңбек еткен екенмін деп бәрімізді сыртқа ысырып тастауға болмайды. Ерлан көзін қадады. Сен не істедің бұл үй үшін? Бұл сұрақ Нұрсұлтанды тіліп өтті. Мен бе? Мен бала кезінен осы үйден кетуге мәжбүр болдым. Себебі өзімді артық сезіндім. Әлия шошып кетті. Нұрсұлтан: иә әпке, мен осы үйге келген сайын қонақ сияқты отырдым. Бірақ бұл менің де үйім еді. Ешкім жауап бере алмады. Себебі кей шындыққа қарсы сөз табылмайды. Ерлан мен Нұрсұлтан ауылда да оңаша қалды. Кешкі салқын жел алма ағашының жапырағын сыптырлатты. Бұл ағаштың түбінде олар бала кезде асық ойнайтын. Әкесі осы жерде отырып, екеуіне ағаштан қылыш жасап беретін. Нұрсұлтан сол ағашқа қарап тұрды. Есіңде ме аға? Осы жерде мен құлап, тіземді жарып алғанмын. Сен мені арғалап үйге кіргіздің. Ерлан қабағын жазбады. Есімде. Сол кезде сен маған жылама, мен бармын дегенсің. Ерлан үнсіз қалды. Нұрсұлтан оған бұрылды. Қазір сен барсын ба аға? Бұл сұрақ Ерланның ішін қозғады. Бірақ ол сыртқа шығармады. Мен бәріңе жаман болып көрініп тұрмын ба? Жаман емессің. Бірақ алыстап кеттің. Мен алыстаған жоқпын. Мен тіршіліктің астында қалдым. Бәріміз қалдық. Ерлан бір сәт үнсіз тұрды да: сендер менің орнында болмадыңдар. Әке кеткенде бәрі менің мойныма түсті. Мен жұмыс істедім, апамды асырадым, сендерді оқыттым. Қазір келіп мені дүние қоңыз қылып шығардыңдар. Нұрсұлтанның даусы жұмсарды. Аға, біз сенің еңбегіңді ұмытқан жоқпыз. Бірақ сен де біздің жүрегімізді ұмытпа. Ерлан күлгендей болды. Бірақ күлкісінде ащы бар. Жүрекпен несие жабылмайды інім. Ал ақшамен бауырға айтпайды. Осы сөзден кейін екеуі ұзақ тұрды. Үйдің ішінен балалардың күлкісі естілді. Ерланның кіші ұлы аулаға жүгіріп шықты. Әке, мен нан алсам бола ма? Ерлан баласына қарап: ал. Бала үстелдегі табақтан нан алып қайта жүгірді. Нұрсұлтан сол көрініске қарап: біз де осылай едік қой. Ерлан көзін тайдырды. Иә, бірақ ол кезде үй біздік емес, апамдық еді. Енді ше? Ерлан жауап бермеді. Әлия анасының бөлмесіне кіріп, есікті ішінен жапты. Бұл бөлме өзгермеген. Терезе алдында гүлдер тұр. Төсек үстінде анасының көрпесі. Қабырғада әкесінің суреті. Бұрышта ескі сандық. Әлия сандықты ашып, анасының ақ орамалын алды. Бетіне басқанда таныс иіс сезілді. Кеудесі қысылып, көз жасы тоқтамай ақты. Апа, біз не болып кеттік? Сырттан Меруерт кірді. Ол Нұрсұлтанның әйелі, сабырлы, жұмсақ мінезді келіншек. Әпке, шай дайын. Әлия көз жасын сүртті. Мен қазір. Меруерт қасына отырды. Кешіріңіз, араласқым келмейді. Бірақ сіз қатты қиналып жүрсіз. Әлия орамалды қолында қысып отырды. Мен үй үшін жылап отырған жоқпын. Үй кетсе де бір күні орны табылар. Бірақ бауыр кетсе ше? Меруерт үндемей тыңдады. Анам тірі кезінде бізді жинайтын. Енді сол ананың үйі бізді бөліп жатыр. Ерлан аға жаман емес. Бірақ Гүлмира жеңге оны басқа жаққа тартып тұр. Нұрсұлтан да ішіне көп нәрсе жинап алған. Мен екеуінің арасында қалдым. Меруерт жай ғана. Кейде адамдар үйді бөлісіп жатқандай көрінеді. Шын мәнінде бала күндегі өкпесін бөлісе алмайды.
Әлия оған қарады. Сен дұрыс айтасың. Ерлан ағаға өзін бәріміз үшін құрбан болғандай сезінеді. Нұрсұлтан өзін ұмыт қалған баладай көреді. Ал мен бәрін сақтап қалғым келеді. Меруерт оның қолын ұстады. Сақтау үшін кейде айқай емес, бір үлкен шындық керек. Осы кезде сырттан Гүлмираның даусы естілді. Әлия, анаңның заттарын түгел алып кетпесен, кейін тағы келіп жүрме. Әлия орнынан атып тұрды. Не айтып тұрсыз? Гүлмира есік алдында тұр екен. Мен жай ғана айтып тұрмын. Бұл бөлмені босату керек. Балаларға бөлме жетпей жүр. Әлияның жүзі бозарып кетті. Анамның 40 күндігі кеше ғана өтті. Өмір тоқтамайды, Әлия. Сіз үшін тоқтамаған шығар. Біз үшін тоқтады. Гүлмира қабағын түйді. Драма жасама. Бұл үйде өмір сүріп жатқан біз. Әлия орамалды кеудесіне басты. Сіз бұл үйде тұрып жатырсыз, ал мен бұл үйде өстім. Гүлмира жауап таппай қалды. Бірақ оның көзінде қайтпайтын қатаңдық тұрды. Келесі күні көрші Бибігүл апа келді. Ол Қадиша апаның құрдасы еді. Екі үйдің арасы бір шарбақ қана. Балалар кішкентайынан сол кісінің көз алдында өсті. Бибігүл апа үйге кіріп төрге отырмады. Тура ас үйге барып, шәйнекті өзі қойды. Падиша тірі болса, қазір шайды өзі құяр еді деп ауыр күрсінді. Әлия оның жанында үнсіз отырды. Ерлан да Нұрсұлтан да үйде болатын. Гүлмира дастарқанға бауырсақ қойды. Бибігүл апа бәріне бір қарап шықты. Мен бір нәрсе айтайын деп келдім. Ұнаса да, ұнамаса да тыңдайсыңдар. Ерлан басын изеді. Айтыңыз апа. Сендер кішкентай кезде Қадиша бір табақ нанды үшке бөліп беретін. Ерланға үлкендеуін берсе, Әлия ренжітін. Әлияға берсе, Нұрсұлтан жылайтын. Сонда аналарын нанды қайта жинап алып, нан жетпей қалса да, мейір жетпей қалмасын дейтін. Үшеуі де үнсіз. Бибігүл апа сөзін жалғады. Қазір нан емес, үй бөлісе алмай отырсыңдар. Үй үлкен. Жүректерім тарылып кеткен бе? Гүлмира шыдай алмай. Апа, сіз бәрін білмейсіз. Бұл жерде заң бар, еңбек бар, шығым бар. Бибігүл апа оған тіке қарады. Қызым, заңды айтсаң заң табылар. Еңбекті айтсаң еңбек те бар. Бірақ ананың көз жасы қай заңда жазылған? Гүлмира үнсіз қалды. Бибігүл апа Ерланға бұрылды. Ерлан, сен әкең кеткенде ерте есейдің. Оны бәріміз білеміз. Бірақ үлкендік бәрін иемдену емес. Үлкендік бәрін сыйдыру. Ерлан төмен қарады. Сосын Нұрсұлтанға қарады. Нұрсұлтан, сен де өкпеңді тас қылып ұстап жүрме. Үнсіз адам кейде ең қатты жаралайды. Нұрсұлтан ернін тістеді. Әлияға келгенде Бибігүл апаның даусы жұмсарды. Қызым, сен бәрін жалғыз сақтай алмайсың. Бірлікті бір адам ғана ұстап тұра алмайды. Екі жақ тартпаса, арқан үзіледі. Ол орнынан тұрып есікке беттеді. Шығар алдында қабырғадағы суретке қарады. Мына суреттегі балалар әлі тірі. Тек сендер оларды іштеріңе көміп тастағансыңдар. Есік жабылғанда үйде ешкім сөйлемеді. Бірақ әркімнің жүрегінде бір нәрсе қозғалған еді. Сандықтың түбінен хат табылды. Оны Әлия анасының орамалдарын жинап жүріп көрді. Қағаз сарғайған. Сыртына Қадиша апаның қолымен балаларыма деп жазылған. Әлияның қолы дірілдеп кетті. Ерлан аға, Нұрсұлтан, бәрі жиналды. Гүлмира да келді. Меруерт балаларды сыртқа алып шықты. Әлия хатты ашты. Анасының таныс жазуы көз алдына келгенде дауысы дірілдеді. Балаларым, бұл хатты мен кеткен соң оқырсыңдар. Сендердің мінездеріңді білем. Ерлан, сен ішіңдегі шаршауды ешкімге көрсетпейсің. Бірақ кейде сол шаршауынды ашуға айналдырасың. Әлия, сен бәрін жүрегіңе жақын аласың. Бір күні осы жүрегің өзіңді күйдірмесін. Нұрсұлтан, сен үндемейсің. Бірақ үндемеген сайын алыстайсың. Үй туралы айтарым. Бұл үйді еш қайсына жеке қалдырмайым деп көп ойландым.
Себебі бұл үй біріндікі болса, қалған екеуің қонақ болып қаласыңдар. Ал үшеуіңе ортақ болса, бөлісе алмай қаласыңдар ма деп қорықтым. Менің тілегім, бұл үй сатылмасын, қара шаңырақ болып қалсын. Кімнің жағдайы қиын болса, сол уақытша тұрсын. Бірақ ешкімді қуып шықпасын. Жылына бір рет әкең екеуміздің аруағымызға Құран оқытып, осы үйде жиналыңдар. Егер бір күні үй үшін ұрыссаңдар, менің ең үлкен қайғым сол болар. Бір табақ нанды бөліскен балаларым, бір үйге сыймай қалмаңдар. Әлия хатты оқып бітіргенде көз жасы қағазға тамды. Нұрсұлтан бетін алақанмен басты. Ерлан терезеге қарап тұрды. Гүлмираның да жүзі өзгерді, бірақ ол сыр бермеуге тырысты. Әлия ақырын: анамыздың тілегі осы екен. Ерлан ауыр демалды. Тілек басқа, өмір басқа. Нұрсұлтан басын көтерді. Аға, мен жаман сөйлеп тұрған жоқпын. Бірақ үйді ұстау керек. Салық, жөндеу, шығын, бәрі сөзбен шешілмейді. Әлия: шығынын үшеуміз көтерейік. Гүлмира бірден: ал егер біреу төлемесе ше? Егер ертең келіп, менің де үлесім бар деп тұрса ше? Нұрсұлтан: біз сенім дегенде мүлде жоғалтыппыз ғой. Гүлмира ашшы күлді. Сеніммен құжат жасалмайды. Әлия хатты кеудесіне қысты. Құжат жасаймыз, бірақ ананың аманатына қарсы емес, соны қорғау үшін. Ерлан ештеңе айтпады, бірақ оның көзінде күрес жүріп жатты. Сол түні Гүлмира ұйықтай алмады. Ерлан төсекте үнсіз жатты, бірақ оның да ұйықтамаған сезді. Ерлан, сен оларға көніп кетпекші емессің бе? Ерлан көзін жұмған күйі: білмеймін. Білмеймін деген не сөз? Біз осы үйде тұрмыз. Балаларымыз осы жерде өсіп жатыр. Ертең Әлия келіп бір бөлмені сұрайды. Нұрсұлтан келіп жарты жерді сұрайды. Сонда біз қайда барамыз? Ерлан шаршаң күнмен: олар көшіп келеміз деп жатқан жоқ. Қазір айтпайды, кейін айтады. Ерлан бұрылып қарады. Сен неге олардан сонша қорқасың? Бұл сұрақ Гүлмираға ауыр тиді. Ол біраз үнсіз қалды. Сосын баяу сөйледі: мен кедейде өстім. Әкем ішетін. Анам бізді әр туыстың үйіне апарып паналатты. Бір үйден екінші үйге көшіп жүрдік. Әр жерде қонақсындар деген көзді көрдім. Өз үйім болғанын армандадым. Осы үйге келін болып түскенде алғаш рет тұрақ тапқандай болдым. Ерлан таң қалды. Гүлмира мұндайды бұрын айтпаған. Неге маған айтпадым? Айтсам не өзгереді? Менің қорқынышымда ешкім түсінбейді. Бәрі мені дүние қоңыз көреді. Ерлан күрсінді. Бірақ сен кейде қатты кетесің. Гүлмираның көзіне жас келді. Қатты кетпесем мені ешкім елемейді. Әлия келсе бәрі оны аяйды. Нұрсұлтан үндемесе бәрі оны түсінеді. Ал мен жаманмын. Осы үйдің отын жағып, қонағын күтіп, балаларымды өсіріп жүрген мен жаманмын. Ерлан үндемеді. Бір ай өткенде Әлияның үйіне хат келді. Конвертті ашқанда қолындағы қағаз жерге түсіп кетті. Мұрагерлік үлесті анықтау туралы сотқа өтініш берілген. Өтініш иесі Ерлан. Әлия сенбеді. Бірден ағасына қоңырау шалды. Аға, бұл не? Ерланның даусы суық шықты. Заңды түрде реттеу. Сен бізді сотқа бердің бе? Сотқа беру емес, үлесті анықтау. Айырмашылығы қандай? Анамыздың хатынан кейін бе? Ерлан үндемеді. Әлияның даусы дірілдеді. Сен менің ағам едің ғой. Әлия: эмоцияға салынба. Эмоция? Біз анамыздың үйін сотта бөліспекпіз. Бұдан артық қандай қорлық бар? Ерлан қатқыл сөйледі. Мен де шаршадым. Әр келген сайын айыпты болудан шаршадым. Бәрі заңмен болсын. Әлия телефонды қоя салды. Нұрсұлтанға хабарласқанда ол да қағаз алғанын айтты. Даусы тұншығып шықты. Әпке, мен сотқа барғым келмейді. Мен де. Бірақ бармасақ, бәрі бір жақты шешіледі. Әлия көзіне жас алды. Біз қайда келдік, Нұрсұлтан? Бір табақ наннан сот қағазына дейін келдік. Сот күні жақындаған сайын үйдегі ауа ауырлай түсті.
Бибігүл апа естіп Ерланға барды. Балам, сотқа дейін жеткіздің бе? Ерлан көзін алып қашты. Апа, басқа жол қалмады. Жол қалмады емес, жүрек қалмады. Ерлан жауап бермеді. Сотқа барған күні үшеуі дәлізде кездесті. Ерлан костюм киіп алған. Гүлмира қасында. Әлия қара пальтосын қымтап тұр. Нұрсұлтан қолындағы қағазды мыжып алған. Бір кезде кішкентай кездеріндегі сияқты үшеуі қатар орындықта отырды. Бірақ араларында бос орындар бар. Әлия ақырын. Аға, әлі де тоқтауға болады. Ерлан көзін тіке салмады. Кеш. Нұрсұлтан, кеш болатын нәрсе өлім ғана. Қалғанның бәрінде жол бар. Сот залының есігі ашылды. Үшеуі орнынан тұрды. Қара шаңырақтың тағдыры енді бөтен адамның алдында шешілмек еді. Сот залы суық еді. Қабырғалары аппақ, үстелдері қатты, сөздері ресми. Бұл жерде анасының орамалда, әкесінің суреті де балалық күлкіде жоқ. Тек қағаз, заң, үлес, меншік деген сөздер. Судья құжаттарды қарап шықты. Мұрагерлер үшеу: Ерлан Сәбитұлы, Әлия Сәбитқызы, Нұрсұлтан Сәбитұлы. Даулы мүлік, тұрғын үй және жер телімі. Даулы мүлік деген сөз Әлияның жүрегіне ауыр тиді. Оның көз алдына анасы нан пісіріп тұрған ас үй келді. Даулы мүлік емес, анасының алақан еді ғой. Судья Ерланға қарады. Сіздің талабыңыз? Ерлан тамағын кенеп: үйдегі үлестерді заң бойынша анықтау. Егер келісім болмаса, мүлікті сату арқылы үлес бөлу. Әлия басын көтеріп алды. Сату? Нұрсұлтан ағасына жалт қарады. Сен бізге сатуды айтпадың ғой? Гүлмира Ерланның қолын қысып қойды. Судья Әлияға сөз берді. Сіз не дейсіз? Әлия орнынан тұрды. Даусы алғашында дірілдеді, кейін анық шықты. Мен заңға қарсы емеспін. Бірақ бұл үйді сатуға қарсымын. Бұл біздің ата-анамыздың қара шаңырағы. Анамыздың жазып кеткен хаты бар. Ол үй сатылмасын деп өтінген. Судья: хат заңды өсиет ретінде рәсімделген бе? Әлия үнсіз қалды. Жоқ, бірақ ол анамыздың аманаты. Судья жұмсақтау үнмен: аманат пен заң әрдайым бірдей күшке ие бола бермейді. Нұрсұлтан орнынан айта алмаймын. Мен тырайсақ біз бір-бірімізден мәңгіге кетеміз. Менің қорқатыным сол. Судья біраз үнсіз отырды. Сосын күтпеген сұрақ қойды. Сіздер соңғы рет қашан осы үйде бірге күліп отырдыңыздар? Залда тыныштық орнады. Ерлан жауап бере алмады. Әлия көзін төмен түсірді. Нұрсұлтан терең дем алды. Судья қағаздарын жапты. Заң бойынша шешім шығаруға болады. Бірақ мен сіздерге медиацияға уақыт беремін. Бір рет өзара келісуге тырысыңыздар. Кей мүлікті бөлу оңай, ал кей мүлікпен бірге отбасы да бөлініп кетеді. Сот кейінге қалдырылды. Дәлізге шыққанда Әлия ағасына қарады. Сен үйді сатқың келеді екен ғой? Ерлан үнсіз. Нұрсұлтан: аға, бір сұрақ. Егер үй сатылса, апамның хатымен не істейміз? Гүлмира салқын жауап берді. Хатты сандыққа қайта салып қоямыз. Әлияның көзінен жас ыршып кетті. Жоқ, онда біз өзімізді де сол сандыққа салып қоямыз. Медиация күні бәрі қара шаңыраққа жиналды. Бірақ бұл жолы дастархан басында жылылық болмады. Ортада шәй, нан, бауырсақ тұр. Ешкім қол созбады. Бір табақ нан сол күйі бүтін жатты. Медиатор әйел сабырлы сөйледі. Менің міндетім сіздерді келісімге келтіру. Әр қайсыңыз өз ұсынысыңызды айтыңыз. Ерлан бірінші бастады. Үй бізде қалсын. Мен Әлия мен Нұрсұлтанның үлесін ақшалай бөліп төлеймін. Бірақ бірден емес, бөліп. Әлиша жылда, 5 жылда. Нұрсұлтан басын шайқады. 5 жылда ақша құнсызданып кетеді. Оның үстіне біз үлес алу үшін емес, үй сақталу үшін отырмыз ғой. Гүлмира араласты. Егер сақталсын десеңдер, неге бізге қалдырмайсыңдар?
Біз тұрып жатырмыз. Әлия: қалсын. Бірақ құжатта қара шаңырақ ретінде ортақ пайдалану тәртібі болсын. Ешкім ешкімді кіргізбей қоймасын. Анамыздың бөлмесі сақталсын. Гүлмира күліп жіберді. Мұражай жасап қояйық онда. Әлияның өңі өзгерді. Ол бөлме анамның орны. Ал менің балаларым қайда жатады? Нұрсұлтан: балалар үшін басқа шешім табуға болады. Гүлмира: әрине, сендерге оңай. Өз үйлеріне қайтасыңдар. Біз осында қаламыз. Ерлан қолын көтерді. Болды. Ұсынысым: мен үлестерінді сатып аламын. Үй бізде қалады. Әлия қатты қиналып: аға, сен бізді сатып алғың келіп отырсың ба? Сөзді бұрма. Бұрмаймын. Сен бізге ақша беріп, осы үйден мәңгіге шығарғың келеді. Ерлан ашуланды. Сонда сен не қалайсың? Күнде келіп Гүлмирамен ұрысып, мені екі ортада қалдыруды ма? Әлия даусын көтерді. Мен ағамды қайтарғым келеді. Бұл сөзден кейін бәрі тоқтап қалды. Әлия көз жасын сүртпестен жалғастырды. Үйде емес, сені. Бала күнімдегі бауырым қорғайтын, мен бармын дейтін ағамды. Ерланның жүзі қатайғанымен көзі дірете қалды. Нұрсұлтан табақтағы нанға қол созды. Бір өзімін алды да екіге бөлді. Бір жартысын Ерланның алдына қойды. Аға, сен маған бала кезде осылай бөліп беретінсің. Ерлан нанға қарап қалды. Бірақ Гүлмира орнынан тұрып: мұндай спектакльден шаршадым. Ол бөлмеден шығып кетті. Ерлан да артынан кетті. Дастарханда тағы да нан қалды. Бұл жолы оны ешкім бөлісе алмады. Қыстың бір түнінде қара шаңырақтан өрт шықты. Барлығы ұйықтап жатқан. Ас үйдегі ескі сымнан тұтанған от алдымен пердеге, кейін ағаш шкафқа көшті. Түтін үйдің ішін баса бастады. Ерлан бірінші оянды. Тамаққа түтін тығылды. Ол атып тұрып Гүлмираны оятты. Тұр, өрт! Балалар басқа бөлмеде деді. Гүлмира айқайлап жіберді. Балалар! Ерлан түтіннің ішіне кіріп, бір баласын көтеріп шықты. Гүлмира екіншісін жетектеді. Бірақ үйдің артқы бөлмесінде анасының бөлмесі, сандық тұрған еді. От сол жаққа қарай жайылып бара жатты. Көршілер жүгіріп келді. Бибігүл апа айқай салды. Су әкеліңдер! Біреу өрт сөндірушіге телефон шалды. Дәл сол кезде Нұрсұлтан көлігімен келіп қалды. Ол кездейсоқ емес, қалада кеш қалып, әпкесінен үйге соғып кетуді өтінген еді. Үйдің түтінін көргенде есі шығып кетті. Аға, Ерлан аулада балаларын құшақтап тұр. Бірақ он қайта үйге ұмтылды. Сандық, апамның құжаттары, суреттер. Нұрсұлтан оның қолынан ұстап қалды. Кірме, іш түтін. Жібер. Екеуі алысты. Сол сәтте Әлия да таксимен жетті. Ол Нұрсұлтан хабарласқан соң шыққан. Не болып жатыр? Ерлан түтінге қарай ұмтылды. Нұрсұлтан бір секунд ойланып тұрды да, үстіне дымқыл көрпе жауып, үйге кіріп кетті. Әлия айқайлады. Нұрсұлтан! Іштен тарсылдаған дыбыс шықты. Бірнеше минут мәңгілікке созылды. Ақыры Нұрсұлтан қолында күйген сандықтың қақпағын, бірнеше суретпен хат салынған қалтаны ұстап шықты. Өзі жөтеліп, тізерлеп құлады. Ерлан жүгіріп барып інісін құшақтап алды. Жындысың ба? Неге кірдің? Нұрсұлтан әрен тыныстап: сен кірмесін дедім ғой. Әлия екеуінің қасына тізерлеп отырды. Гүлмира да жылақтырды. Өрт сөндірілді. Үйдің ас үйімен бір бөлігі қатты зақымданды. Анасының бөлмесі түтінге толғанмен толық жанбай қалған. Сандықтың бір бөлігі күйді. Бірақ қат аман еді. Суреттердің шеті қарайған. Ерлан қолына хатты алып, тізесі бүгіліп кетті. Мен осы үйді сату туралы ойладым. Ал інім оны оттан алып шықты. Нұрсұлтан әлсіз жымиды. Үйде емес, апамның аманатын алып шықтым. Сол түні қара шаңырақтың қабырғасы күйді. Бірақ бауырлардың қатып қалған жүрегінде бір жарық пайда болды. Өрттен кейін үйде тұру мүмкін болмады. Ерлан отбасы уақытша жалдамалы пәтерге көшті.
Қара шаңырақтың терезелері қара күйге боялып, есігі жабық қалды. Аулаға кірген сайын күйік иісі сезілетін. Әлия үйге келіп, күйген ас үйге қарап ұзақ тұрды. Апа осы жерде нан пісіретін еді. Нұрсұлтан қабырғаны сипап. Мына жерге әкем сөре жасаған. Ерлан үнсіз тыңдап тұрды. Бұрын ол үйдің шығынын, бағасын, құзатын ойлайтын. Енді күйген қабырғаларға қарап, әр кірпіштің артында бір естелік тұрғанын сезді. Гүлмира да өзгергендей болды. Өрт түні балаларынан айырылып, қала жаздағаны оны қатты сілкіндірді. Бір күні ол Әлияға өзі келді. Әлия, сөйлессек бола ма? Әлия таңырқап, айтыңыз. Гүлмира ұзақ үндемей тұрды. Мен көп нәрсені дұрыс істемедім. Апаңның бөлмесін босатайық дегенім ауыр сөз болды. Әлияның көзіне жас келді. Иә, ауыр болды. Мен қорықтым. Өз орнынан айырылып қалам ба деп қорықтым. Бірақ өрт шыққан түні түсіндім. Үй деген қабырға ғана болса, ол жанады екен. Ал адам аман қалалса, бәрін қайта салуға болады. Әлия жұмсарды. Мен де сізді түсінуге тырыспадым. Тек анамның жоқтығына шыдай алмай, бәрін сізден көрдім. Гүлмира басын изеді. Мен апаңды жек көрген жоқпын. Тек жақсы келін бола алмадым. Әлия оған жақындап қолын ұстады. Жақсы адам болуға кеш емес. Екеуі алғаш рет шын сөйлесті. Ал Ерлан мен Нұрсұлтан үйдің ауласында тұрды. Ерлан, інім, сен сол түні мені құтқардың. Нұрсұлтан, мен сен емес, өзімді де құтқардым. Егер сен кіріп кетіп бірдене болса, мен өмір бойы өзімді кешірмес едім. Ерлан көзін төмен салды. Мен сені көп ренжіттім. Иә. Бұл жауап Ерланға ауыр тиді. Бірақ Нұрсұлтан жалғастырды. Бірақ мен де айтпай, ішіме жинай бердім. Сосын сенен алыстап кеттім. Ерлан інісін құшақтады. Қайтадан бастайықшы. Нұрсұлтанның көзіне жас келді. Бастайық аға. Күйген қабырға қалпына келер. Бірақ кей қарым-қатынасты қалпына келтіру үшін алдымен оның күйгенін мойындау керек. Үйді жөндеуге үшеуі бірге кірісті. Ерлан құрылыс материалдарын тапты. Нұрсұлтан жұмысшылармен сөйлесті. Әлия анасының бөлмесін реттеуді мойнына алды. Гүлмира мен Меруерт ас дайындап, балаларға қарады. Алғашқы күндері бәрі ыңғайсыз болды. Бұрынғы реніштер әлі толық кеткен жоқ. Бірақ ортақ жұмыс адамдарды жақындатады. Бір күні Нұрсұлтан төбеге шығып, шатырдың қаңылтырын ұстап тұрды. Ерлан төменнен: «Мықтап бекіт, жер көтеріп кетпесін». Нұрсұлтан күліп: «Сен бала кезде де осылай бұйрық беретінсің. Себебі сен тыңдамайтынсың. Ал сен бәрін өзің білетінсің». Екеуі алғаш рет шым күліп алды. Әлия төменде бояу араластырып тұр. Гүлмира келіп: «Әлия, анаңның бөлмесін қандай түске бояймыз?» Әлия сәл ойланып: «Бұрынғыдай ашық ет қалдырайық. Апа жарықты жақсы көретін». Гүлмира басын изеді. «Жақсы». Анасының бөлмесіне жаңа перде ілінді. Ескі сандық қалпына келтірілді. Күйген шеттері толық жоғалмады. Бірақ Әлия әдейі сол күйі қалдырды. «Бұл бізге ескерту болсын», деді ол. Қабырғаға күйген шеті бар сурет қайта ілінді. 3 бала күліп тұр. Бір табақ нан. Ерлан, Әлия, Нұрсұлтан. Меруерт суретке қарап: «Балаларыңызға осы суреттің тарихын айтып беріңіздер». Ерлан басын изеді. «Айтамыз. Олар үй емес, бауыр қымбат екенін білсін». Жөндеу біткен соң үшеуі нотариусқа барды. Бұл жолы сот үшін емес, келісім үшін. Құжатта үйдің 3 бауырға ортақ екені, ешкімнің жеке сата алмайтыны, қара шаңырақ ретінде сақталатыны жазылды. Үйде Ерланның отбасы тұра беретін болды. Бірақ Әлия мен Нұрсұлтан кез келген уақытта келуге, ата-анасының бөлмесіне кіруге, жыл сайын жиналуға құқылы болды. Шығынды үшеуі бірге көтеретін болды. Қол қойғанда Әлияның қолы тағы дірілдеді. Бірақ бұл жолы қорқыныштан емес, жеңілдегеннен еді. Нұрсұлтан қаламды Ерланға беріп: «Аға, енді бұл қағаз бізді бөлмесін». Ерлан қол қойып: «Бұл қағаз бізге
жүрек жетпей қалса ғана керек болсын. Қара шаңырақ жөнделгеннен кейін алғашқы ас берілді. Қадиша апа мен Сәбит әкенің рухына Құран оқылды. Үйге туыстар, көршілер келді. Бибігүл апа төрге отырып көзіне жас алды. Қадиша көрсе қуанар еді. Дастархан кең жайылды. Бірақ ортаға ең бірінші бір табақ нан қойылды. Әлия оны әдейі өзі тұрады. Нанды ұстап тұрып сәл кідірді. Ерлан оның қолынан пышақталды. Бүгін мен бөлейін. Ол нанды үшке бөлді. Бір бөлігін Әлияға, бір бөлігін Нұрсұлтанға, бір бөлігін өзіне қойды. Сосын ойланып, әр бөлікті тағы сақтап, балаларға таратты. Үйде нанда, мейірде жетеді. Тек бөлісуге ниет болсын. Нұрсұлтан күлімдеді. Осы сөзді бұрын айтсан, сотқа бармайтын едік. Ерлан басын шайқады. Кей сөзді айту үшін адам алдымен күйіп алу керек екен. Гүлмира шай құйып отырды. Әлияға қарап, шайыңа сүт қосайын ба? Әлия жымиып, анам сияқты сұрадыңыз. Гүлмираның көзіне жас келді. Апаң мені кешірді ме екен? Әлия оның қолын қысты. Сіз өзімізді кешірсеңіз, апам да кешірер. Балалар аулада ойнап жүрді. Ерланның ұлы мен Нұрсұлтанның қызы алма ағашының түбінде нан жеп отыр. Бірі үлкендеу бөлікті алып, екіншісі ренжігендей болды. Ерлан терезеден көріп, «Ей, бөлісіңдер!» Нұрсұлтан күліп, «Тарих қайталанып жатыр». Әлия, «Кек соңы қайталанбасын». Бәрі үнсіз басыз еді. Сол күні қара шаңыраққа қайтадан жан кірді. Бірақ бұл бұрынғыдай аңғал, ештеңе көрмеген бірлік емес еді. Бұл сынақтан өткен, күйген, жылаған, кешірім сұраған бірлік болатын. Сол түні Әлия түс көрді. Түсінде анасы ас үйде нан пісіріп жүр екен. Үстінде ақ көйлегі, басында аппақ орамалы. Пештің жанында самауыр қайнап тұр. Үйдің іші бұрынғыдай жылы. «Апа!» Қадиша апа бұрылып күлімдеді. «Келдің бе қызым?» Әлия жүгіріп барып құшақтағысы келді. Бірақ анасы алыстап тұрғандай. «Апа, біз кеш қалдық па?» Қадиша апа нанды табаққа салып, «Кешірім сұраған адам ешқашан кеш қалмайды. Біз сіздің аманатыңызды жоғалтып ала жаздадық. Жоғалтып алған жоқсыңдар. Тек шаң басып қалған екен, сүртіп алдымдар». Әлия жылады. «Мен қатты шаршадым». Анасы мейірлене қашарады. «Бірлікті бір адам көтермейді қызым. Енді жалғыз көтерме. Ағаларым өзгерді ме?» Қадиша апа табақтағы нанды үшке бөлді. «Адам бір күнде өзгермейді. Бірақ жүрегі оянса жолға түседі». Әлия оянғанда таң атып келе жатты. Керезеден жарық түсіп тұр. Жанында балалары ұйықтап жатыр. Ол орнынан тұрып, қара шаңыраққа барғысы келді. Үйге жеткенде аулада Ерлан жүр екен. Қолында сыпырғыш. Таңертең ерте ауланы тазалап жүр. «Аға?» Ерлан таң қалды. «Мұнша ерте не болды?» Әлия жымиып, «Анамды түсімде көрдім». Ерлан сыпырғышқа сүйеніп қалды. «Не айтты?» «Жалғыз көтерме» деді. Ерлан ұзақ үнсіз тұрды. Сосын баяу, «Дұрыс айтыпты». Сол кезде Нұрсұлтан да келді. Қолында нан мен сүт. Мен де неге екені білмей келгім келді. Үшеуі бір-біріне қарап күліп жіберді. Бұл күлкіде мұң да, сағыныш та, жеңілдік те бар еді. Ерлан есікті ашты. «Кіріңдер, шай қояйық». Әлия табалдырықтан аттай бере жүрегі жылып кетті. Қара шаңырақ енді бөтен емес еді. Қайтадан өз үйіндей сезілді. Көктем келді. Қара шаңырақтың ауласындағы алма ағашы гүлдеді. Күйген қабырғаның орны білінбейді. Бірақ сандықтың шетіндегі күйік ізі әдейі сақталған. Ол үйдің жарасы емес, сабақ сияқты еді. Жыл сайын Сәбит пен Қадишаға Құран оқылатын күн белгіленді. Сол күні Ерлан, Әлия, Нұрсұлтан отбасылармен жиналады. Балалар аулада ойнайды. Әйелдер ас үйде күліп сөйлеседі.
Ер адамдар самаурынға от жағады. Бір күні Ерланның ұлы қабырғадағы ескі суретке қарап: «Әке, мына суретте сендер неге нанға қарап тұрсыңдар?» Ерлан баласын қасына шақырды. «Бұл нанның тарихы бар». Нұрсұлтан күліп: «Әкең ең үлкен бөлікті алғысы келген». Ерлан інісіне қарап: «Ал сен кішкентай болсаң да бәрін жеп қоятынсың». Әлия қосылды: «Ал мен әділдік іздеп отыратынмын». Балалар мәз болды. Ерлан суретке ұзақ қарап: «Біз бір кезде бір табақ нанды бөлістік. Бірақ өскенде бір үйді бөлісе алмай қалдық. Сол үшін көп ренжідік, көп жыладық. Бірақ соңында түсіндік. Үй деген қабырға емес. Үй деген ішіндегі адамдар. Егер адамдарынан айырылсаң, ең үлкен сарайда бос қалады». Баласы ойланып қалды. «Сонда бұл үй бәріндікі ме?» Нұрсұлтан баланың басынан сипады. «Иә, бірақ ең бастысы, бұл үй ешкімдікі емес, бәріміздікі». Әлия дастарханға бір табақ нан әкелді. Оны ортаға қойды. «Ал енді бөлісейік». Бұл жолы ешкім үлкен бөлікті таңдамады. Ерлан нанды алып бірінші Нұрсұлтанға ұсынды. Нұрсұлтан Әлияға берді. Әлия Гүлмираға, Гүлмира Меруертке, Меруерт балаларға таратты. Бибігүл апа төрде отырып көзін сүртті. «Қадиша, көріп тұрсың ба? Балаларын ақыры бір үйге сыйды». Сыртта алма ағашының гүлдері желмен тербеліп тұрды. Үйдің терезесінен күлкі естілді. Дастарханда нан, шәй, бауырсақ, ал жүректерде кешірім бар еді. Бір табақ нанды бөліскендер бір үйді бөлісе алмай адасты. Бірақ соңында түсінді: қара шаңырақтың ең үлкен байлығы жері де, қабырғасы да, құжаты да емес. Ең үлкен байлық бауырдың амандығы. Ал бауыр аман болса, үй де құламайды.